Так, 1341 есеп. Екі шебер дейді, бірлесіп жұмыс істесе, тапсырманы 15 күнде орындайды дейді. Екі шебер, біріншісін X деп аламын, екінші шеберді Y деп аламын. Бірлесіп орындағандықтан 1/15 деп жазып аламын. Енді айтады, алғашқыда олар бірлесіп 5 күн жұмыс істеді дейді. Алғашқыда бірлесіп 5 күн жұмыс істесе 1/X, 1/Y көбейтілген 5 бірлесіп осылай алғашқыда бірінші рет жұмыс істеген олар. Кейін сонан соң тапсырманың қалғанын бірінші шебер 16 күнде орындайды дейді. Қалғаны 16X деймін. Қалғаның бірінші шебері орындаған. Енді бірінші тапсырма. Егер бірінші шебер бір өз ғана жұмыс істесе, тапсырма неше күнде орындайды? X-ті табамыз. Екінші шебер табамыз. Неше күнде орындайтын, егер жеке-жеке жұмыс істейтін болса. Берілген жазып алдық. Енді шешуі. Шешуінде не орындаймыз? Бірінші былай жазбасақ та болады, жүйе қылбасақ та болады, былай жазбасақ та болады. Бірінші жалпы біздің орындайтынымыз мынау. 1/X бүкіл жұмыстың теңдеуін жазам. Так. Бүкіл жұмысты бірінші 5 күнде бірлесіп жұмыс істейді, қалғанын бірінші жұмысшы 16 күнде жұмыс істейді, осыны 1 деп аламын. Бұл бүкіл жұмыстың теңдеуі. Бүкіл жұмыстың теңдеуі. Ал орында жазайық. Енді мына жақшаны ашып 5-тер көйіп шығам. 5/X қосу 5/Y 16X тең 1-ге тең. Осылай реттеймін. Мына X-тар қосып алам. 5 пен 16 қосылып 21X-ті береді. Қосу 5Y тең 1. Бұл бүкіл жұмыстыға. Екінші, осыған жүйе қылып ендіремін да, мынаны ендірем. 1/X қосу 1/Y тең 1/15 міне. Осы теңдеуді жазып алдық. Енді әрмен қарай шығара саламыз. Әрмен қарай шығару барысында мен мынау формуладан 1/Y тауып алайын. Мына жүйенің екінші теңдеуінен. Так, бірінші деп қоямыз сразу. Y табамыз. 1/Y 1/15 азайту 1/X деп аламын. Міне. Мына Y-іміз. Так, енді осыны апарып, мына теңдеуге апарып қоямын. Мына жерге апарып қоямын. Так, 21/X деймін, қосылған 5 болады да, 5 жақшаны сыртына алады да, мынау жақшаның ішіне жазылады. Мен жақшаны ашам. 5/15 азайту 5/X тең 1. X-тарды не істеймін? Азайтам. 21-ден 5 алам қанша? 16X болады. 16X, мына жерде 5/15 тең 1. Так, осыдан 16/X өз алдына жазып қоям. 1 азайту 5/15 болады. Так, ортақ бөлмеге келтірем. Ортақ бөлме 15 болады. Мынаны 15-ке көбейтем. Мынаны 15-ке көбейтем. Мына астында 1 бар деген сөз, ол да 15-ке көбейтіледі. Сонда шығады 5/15 азайту 15/15 5/15 болады. Бұдан 15 жазылады да, 15-тен 5 азайтамыз, 10/15 болды. Ал, бұны қалай шығарамыз? Так, бұны мына түрде шығарамыз. Бұлай жазып аламын. 15-тен да, қараңыздар. Так, мына есепті мен қарай, бұлай шығады. Так, 10X болады, тең 16 мен 15 көбейтіледі. X тең 240 болады. 240-ты бөлеміз 10-ға, мына 10-ға. Сонда X тең 24 болады. X 24-ке тең болды. Бұл бірінші шебер бұл. Бірінші шебердікі. Енді екінші шебердікін табамыз. Екінші шебердікі оңай. Так, мына тұр. Екінші шебердікі. Мына бірінші шебердікін тауып қойдық. Екінші шебердікін қараңыздар. Дайын осы жерге қоя саламыз. Ол үшін мен астына жалғастыра салайын сіздерге. Жеңіл болу үшін, есеп түсінікті болу үшін жалғастыра салайын. Так. Жалғасып жатыр. Яғни 1/Y, 1/15 азайту 1/X орнына 24-ті қоям. Бұдан 1/Y тең екеуін ортақ бөлмеге келтірем. 15 мен 24 ортақ бөлмеге келтіретін болсақ,
Так, қанша адам береміз? 120. Онда мынаған 8-ден берем. Мынаған көбейтемін 5-ті. Сонда мынау 8 болады, мынауымыз 120 болады. Мынау 5 болады, мынау 120 болады. Сонда 1 бөлінген y тең 120, 8-ден 5-ті азайтамыз. 1 бөлінген y тең. Так, 1 бөлінген y тең, мынандай алып қосайық. 3 бөлінген 120. Бұдан y табу үшін y тең болады да, 120-ны бөлеміз 3-ке. Бұл 40. Яғни бұл екінші шебердікі. Жауабы бірінші шебер 24 күнде орындайды екен. Бір өз ғана жұмыс істесе тапсырманы. Ал екінші шебер 40 күнде орындайды екен. Міне жауабы шықты. Әрмен қарай. 1343 есеп. 1342. 1342 есеп. Қараңыздар не дейді? Балалар 20 килограмм емдік шөптер жинады дейді. Емдік шөп жинаған балалар. Так, 20 килограмм жалпы ем шөп 20 килограмм. Емдік шөп 20 килограмм. Оның алтан бірі шай қурай дейді. Яғни шай қурай 20-ның алтан бірі, яғни 20-ны алтан бірге көбейтем. Сонда ол 20 бөлінген 6 болады да, бұны нестеге болады? Қысқартуға болады. 2-ке қысқартам, 10 бөлінген 3 болады. Так, осылай тұра берсін. Екінші 1000 жапырақ. 1000 жапырақ. 1000 жапырақшы. 1000 жапырақ 20 килограммның 3-тен 1 бөлігі, ол 20 бөлінген 3 дейік. Үшінші жалбыз дейді. Так, 1000 жапырақ 5-тен 1 бөлік екен ғой. 5-тен 1. 5. Яғни бұл 4 килограмм болады. Екіншісі жалбыз. Жалбыз шөп 3-тен 1. 3-тен 1. 20 бөлінген 3 болады. Так, ол қысқартылмай тұра береді. Қалғаны қырмызы гүлі дейді. Табу керек қырмызы гүлді. Табу керек қырмызы гүлді. Гүл табымыз керек екен, міне. Так, шешуі дейміз. Шешуі. Қалай айтамыз? Бұны шешуін бәрін, мынадан шетінен бәрін алып тастаймын осы бөліктерін. Так, қалай айтсам, бірінші 20 деймін. Азайту. Шай қурай 3-тен 10 бөлігі азайтамын. 1000 жапырақ 4 килограмм азайтамын. Жалбыз шөбі 3-тен 20-ны азайтамын. Ал енді 20-дан 4 алам қанша? 16 болады. Азайту, мына уже екі ортақ бөлімі келіп тұр, дайын. Так, бетеміз, қараңыздар. Ортақ бөлім 3-ке келтірсек сразу барлығын. Мынау 10, мынау азайту, 20-дан 3 қоя. Так, ортақ бөлім келтіре саламыз. Мынаны 3-ке көбейтем. Бөлшектің бөлімі 1 бар, оны 3-ке көбейтем. Сонда тең болады. 16-ны 3-ке көбейтсеңіздер қанша? 48. Азайту 10, азайту 20. Бөлінген 3, міне ортақ бөлімі келтіріп алдым. 48-ден 10-ды аласыздар 38, 38-ден 20-ны аласыздар 18. 18 3-ке бөлеміз 6 килограмм екен. Сонда жауабы қырмызы гүлі 6 килограмм. 6 килограмм. Міне есебіміз шықты. Әрмен қарай 1343 есеп. 1343 есеп. Катердің меншікті жылдамдығы дейді. Берілген жазайық. Көрініп тұр ма? Катердің меншікті жылдамдығы 15,2 километр бөлінген сағат. Өзеннің ағыс жылдамдығы, өзен деп қоям, 2,4 километр бөлінген сағат. Катер өзенде ағыспен жүзіп 71 километр қашықты неше сағатта жүзеді дейді. Жалпы жол 71 километр. Уақытты тап дейді бізге. Неше сағатта жүзеді дейді сол катеріміз. Шешуі. Жалпы бұл есеп шығарған уақытта біз
жалпы жылдамдықты таба аламыз. Ол меншікті жылдамдық пен катердің өзен ағысының жылдамдығын қосып аламын. Неге қостым? Екеуі бір бағытта жүзіп бара жатыр, бір бағытта. Өзен ағысымен, сол үшін қосылады. Так, меншікті жылдамдығы 15,2-ден 1 қосу 2,4-ден 1. Так, 15 пен 2 қосылып 17 болады. Енді мынаны ортақ бөлімге келтірсек, 2-ге көбейтемін, мынаны 2-ге көбейтемін. Сонда бөлшектің бөлімі 4 болады, мына 2 қосу 1 болады. Тең 17, 4-тен 3 км бөлінген сағат болды. Мына әрмен қарай мынаны мен дұрыс бөлшекке келтіріп алайын. Ол үшін 4-ті 17-ге көбейтемін, оған 3-ті қосатын болсам 71 болады. Километр бөлінген сағат. Бұл дайын. Енді біз сол уақытты табу үшін, мына формуланы білесіздер сіздер бастауыштан, осыдан уақыт табу үшін жолды жылдамдыққа бөлемін. Так, жолымыз қанша берілген? 71 километр. Ал жылдамдық 71 бөлінген 4 километр бөлінген сағат екен. Бұдан тең болады. Километр қысқарып кетеді, сонда сағат қалады. Бұл деген сөз 71 бөлінген 4 деген сөз. Сіздер ережені білесіздер. Бөлу кезінде бірінші бөлшек болсын, жаңағы бөлшексіз сан болсын өзі жазылады да, екінші бөлшегіміз кері бөлшек айналады. Ол 4 алымына 71 бөліне түседі. Сонда мына 71 мен 71 қысқарып кетеді да, не қалады? 4 сағат қалады. Сонда жауабы 4 сағатта 71 километрді 4 сағатты жүзеді екен катер. Мынау катер жылдамдығы. Дағы 4 сағатта 71 километр жүзеді екен. Болды. Так, 1344 есеп. 1344 есеп не дейді? 1344 есеп етеді. Амалдарды орындаңдар дейді. Ал шетінен орындап кете берейік. Бөлемін 8-ге. Так, ол үшін 13,37-ні 35,43-ге. Так, ол үшін қосамыз бір-біріне. Қосу 35, 43. 0 бойда 7, 8, 8, 4. 48 оннан 8, мына 0 жазылмайды өтерден кейін. Осыны бөлеміз 8-ге. 6 оннан 1 болады. Бірінші есебім шықты. Так, екінші есебіміз. Екінші есеп. Бөлемін 4-ге. Қосамын 29,36-ға. Так, бөліп көрсете салайық. 1-ден берем 4. 1 түседі. Енді 1 жетпейді. Так, 1 жетпейді, 0-ден берем. 0 болады, 1 болады. Енді 2 түседі. 3-ден берем. Мына жерде 4 түседі, мына 0 болып кетеді. 1-ден берем. 4, 0 болады. Сонда енді үтірді қалай айырам? Үтірден кейін 1 сан, 2 сан ғой, артасын санайым. 1 сан, 2 сан. 10,31 болады да, қосылған 29,36. Ал енді осыған қосамын 29,36-ны. 7, 6, 9, 3. 39,167 шығады. Ал енді үшінші есебіміз қараңыздар. Бұл төртінші есеп шығарып жібердік. Енді үшінші есебіміз. Так, 18,121 көбейтемін 2,16-ға, қосамын 0,18, көбейтемін 67-ге. Так, көбейтеміз 18,121-ді. Қалғандарын осылай көбейтіп бөле бересіздер өздеріңіз. Нақты көбейтетін болсақ, 21-ді көбейтеміз 2,6-ға. 47,346. Қосу деймін. Мынаны мынаған көбейтемін. 12,106. Так, қосамыз. Қосқан уақытынан астына қосып көрсете салайын сіздерге. Дәптерлерге сіздер тазасын жазып аласыздар. Қосу. Бүтін астына бүтін түседі. Міне. 6, 0 түсіп ойда 4, 9, 5. 59,000. Мыңнан 4. Так, әрмен қарай. 1344 кетті. Енді 1344-тің үшіншісі кетті. Енді төртіншісінің орнына екіншісін шығарамыз. Бірақ оның орнына төртінші деп жаза берем.
8,2 көбейтемін 75, 38 азайту 46,8-ді. Тең болады 8,2, мына көбейтеміз, азайтамыз, мынадан мынаны азайтамыз. Қанша болады екен? 29,2. 29,2. Оған көбейтеміз 8,2-ні. 239,44 екен. Так, бесіншісін шығарайық. 0,46 көбейтеміз 2,5-ге. Қосу 12,6-ны бөлеміз 2,1-ге. Тең. Бірінші көбейту амалы орындалады. 1,15 дейді. Қосу 12,6-ны 2,1-ге бөлейік. 6. Бұған қосатын болсақ 7,15 болады. Қалай қосылады бұл? Бұл былай қосылады. 1,15-ге қосамыз. Мына бүтін астына бүтін жазылады. 6 бүтін астына жазылады. Сонда 15, мына 7. Мына үтірдің астына үтір түседі. 7,15 болады. Міне. 5-ші есебіміз. Ал енді 6-шы есеп. 6-шы есебі 95-ті көбейтемін 0,21-ге. Азайтамын 14,3-ті бөлемін 11-ге. Так, көбейтеміз. 19,195 азайту дейм, 14,3-ті 11-ге бөлеменді. Бір бүтін оннан үш. Так, осыдан 19,195-тен азайтам 1,3-ті. Ол үшін 19,195 дейміз, азайту. Үтірдің астына үтір түсіреміз. Міне 5, мынау 6, мынау 8. Үтірдің астына үтір түседі, сонда 18,165 болады. Ол шықты. Ары қарай 1345. Біріншісі 7 көбейту 2,3, қосу 0,8 қосу 1,9 мұндағы x-ның орнына 0,4 қойып есепте дейді бізге. Ал есептейік. 2,3 қосу 0,8 көбейтеміз 0,4-ге x-ның орнына апарып қойдық. Міне 1,9 көбейту 0,4-ге тең. Бірінші жақшан үшін орындап алайық. Тең дейміз да, 7 дейміз да, жақшан ішінде 0,8 0,4-ге көбейтейік. 0,32. 2,3 қосылған 0,132. Қосу мынаны көбейтегенді. 0,76 екен. Тең болады. 7 көбейту мына еген қосатын болсақ, 2,62 болады екен. Қосу 0,176. Тең. 7-ні көбейтеміз 2,62-ге. 18,34 екен. 18,34-ге қосасындар 0,76-ны. Қанша болады? 19,1 дейді. 1-ге тең екен. Так, біріншісі. Ал енді екіншісін. Бірдесін x-ның орнына қойып, жазып кете берем. Бұл не деп тұрмаңыздар. X-ның орнына 1,2-ні қоямын. Қосу 5, азайту 3,2 дейді. Так, 0,9 деймді. 1,2-ні 6-ға көбейтем. Қанша? 7,2. Оған қосамын 5-ті, азайтамын 3,2-ні. Тең. 0,9 деймін, көбейтем. 7,2-ге 5-ті қосатын болсақ, 12,2 болады. 12,2 азайту 3,2. Бірінші көбейту амалы орындалады. 10,98, одан азайтамын 3,2-ні. Так, азайтатын болсам, 7 қанша? 78 болады. Болды, есебім шықты. Так, үшіншісі. Дәл осылай бірдесін орнына қойып есептеп кетемін. X-ның орнына 8-ді қой дейді. Так, 2,5 дейм. 24 болады, қосу 0,4 болады, азайту 5,1-ді 8-ге көбейтем. 40,8. 25 көбейту дейм, мынаны қосам. 24,4 болады, азайтам 40,8-ден. Так, 25-ті 24,4-ге көбейтейік. 610. 610-нан азайтамыз 40,8-ді. 500
69,2 шықты. 640,8 қалай азайтамыз? Былай азайту, мына жерде үтір уже аяқталып тұр ғой, сол себептен 40,8 деп үтірдің астына үтір жазылады да, біткен санасына. Кейін оны не істеймін? Мынаны нөлмен толықтырып аламын. Мін. Енді азайтам, 10-нан 8 аластыр қанша? 2 болады. Мына жерде не қалды? Ондан кейін 9 деген сан қалды. Так, мына жерде бірдің орнында уже 0 қалады, бірден бір қарыз алған екен 0 қалады. Одан алттан қарыз сұраймын. 10-нан 4 алсаңыздар 6, алттан бір қарыз алып қойған екен, 6-ның орнында 5 қалады. Мына үтірдің астына үтір түседі, міне 569,2 569,2 шықты болды. Әрмен қарай 1346. Бұл есептің бәрімен, бұл қайталанған есептер алдыңғы сабақтарда бәрін түсіндіріп тұрып ютубқа салып отырғам, содан қарасаңыздар болады. Әрмен қарай. Так, нешке келдік? 1346 дейді. Барлық өріктің 7-тен 4-і бірінші жәшікке салынған. Так, бірінші жәшік 1 деп алайықшы, бірінші жәшікті 1 деп алайық. Осының қанша бөлігі салынған? 7-тен 4 бөлігі, яғни x деп аламыз да. Қалған екінші жәшікке салынған. Екінші жәшікке қалғанда қанша салынды? 7-тен 4 бөлігі бірінші жәшікке салынса, қалғаны 7-тен 3 бөлігі алады. 7-тен 3 бөлік қалай шықты, білесіздер ма? 7-тен 3 бөліктің шығару жолын айта салайын, қалай қалғаны? Себебінен қараңыздар. 7-тен 4 бөлікті қоссақ, 7-тен 3-ке 7 бөлінген 7 тең 1. Мына барлық бөлік негіз 1-ге тең де. Осының бөліктері 7-тен 4, 7-тен 3 деген сөз. Сонда мынау 7-тен 4 бөлігі бірінші жәшікке салынса, барлық бөліктер жалпы бөлігі 1-ге тең болғандықтан, мына жерде 7-тен 3 бөлігі екінші жәшікке салынады. Екеуін қосатын болсақ, мынанша шығу керек, бұдан 1 шығу керек. Сол үшін 7-тен 3 деген логикамен бірдесін жазуға болады. Бірінші жәшіктегі өрік, бірінші жәшіктегі өрік деймін, мына бірінші жәшіктегі өрік. Екінші жәшіктегіден екінші жәшік, мынау 7-тен 3x-тан екінші жәшік беріп қойған ғой. Қанша килограмм артық? 2,4-тен 3 килограмм артық деген уже плюсмен жазылып тұр. Міне. Ана сөйлемді, мәселе есепті оқи отырып, осы теңдеу арқылы жазып алсақ, есеп өте жеңіл шығады. Енді табу керек. Барлық килограммның екі жәшіктегі қосындысының барлығы қаншаға тең? Массасын табу керек та, екеуіндегі қосылғандықтың массаны барлық килограмм табу керек. Барлық килограмм табу керек. Ал енді шешуі берілген жазып алдық. Шешуі мен жалпысын табатын болсам, бірдесін табасам болады. Уже мен мына жерде теңдеу құрып қойғам. Жалпысын ашы, мына теңдеу арқылы шығарасам. Жалпысын табу үшін. Қараңыздар, осы теңдеуді арқылы жалғастыра салам. Бірдің орнына бірінші жәшік қоя, мынаны қоям. Астына жаза салайын. 4 бөлінген 7x болады. Тең 3 бөлінген 7x қосу. Мынаны дұрыс бөлшекке айналдыра салайын. Бірдестен 8 күш қойсаңыздар 11 міне. Енді x-тарды теңдіктің сол жағына шығарам. Азайту 7-тен 3x тең 11 бөлінген 4. Ол өскенше қалады. Азайтылады 1 7x, 4-тен 3 аламыз. X 7-ның астында бірдей сан болғандықтан 7-ның өзі жазылады. 11 бөлінген 4 болады. Бұдан x табатын болсақ, так, x табатын болсаңыздар 11 бөлінген 4 бөлінген 1 бөлінген 7. Бұл деген сөз бірінші бөлшегі өзгенше жазылады. Мына көбейту 7 алымына бөлшектің бөлімінде 1 шығады. Сонда 77 бөлінген 4 болады. Міне, килограмм. Нешінші есеп бұл? 13-те 46. 13-те 46-шы есеп дәл осылай екен, өте дұрыс шыққан екен. Енді осыны бірақ жауабымда бетіп қойыпты. Жауабымда 77-ні 4 бөледі. Мына жерге қалдық 36, 4, 76, 77. 76-ға 1-ді қоссаңыздар 77 шығады. Мынанша екен міне. Жауабы, мен жалпысын тауып алдым бірдестен. Жалпы 19,4-тен 1 килограмм екен. Жәшіктегі өріктердің жалпы массасы осыған тең екен. Болды, есеп шықты. Ары қарай 1347. Егер мынау есептер сіздерге бұлыңғыр болып, жазулары жақсы көрінбесе, сол YouTube каналында, сол ашып тұрған менің каналым бар ғой, соның жоғары жағында настройканың белгісі бар. Соны басатын болсаңыздар, качество деп шығады, сандар шығады. Сол сандарын 346 ма, сол 300-ден басталатын санды бассаңыздар, мынау жазуларым нақты болып көрінеді. Сөйтіп, качествосын реттеп алыңыздар. Оны барлық ютубкерлер, оқырмандар солай көреді. Бүйтеді, егер берілген ондық бөлшектің үтірін оңға қарай бір орынға жылжытсақ дейді. Так, оны бүйтіп жазып алайық, қараңыздар. Кез келген ондық бөлшекті
өтірін оң жағына жылжытатын болсақ, ол бөлшек 10 есе артады. Мен кез келген санды x деп алайын, осы ондық бөлшек оң жаққа қарай қанша өтір жылжытсақ дейді? Үтірін оңға қарай бір орынға жылжытсақ, оң жаққа қарай бір орынға үтір жылжытса, онда сол ондық бөлшек 10 есе артады. Онда 10 есе артады. Осы ережені қолдана отырып, мына есепке теңдеу құрам. Қараңыздар. 10x деп алам, 10 есе артатындықтан x маған белгісіз ондық мүше. Және сол белгісіз мүшені бір үтір оңға жылжытқаннан кейін сол ондық бөлшек 78,175-ке артуды плюс деп алдым. Берілген ондық бөлшек табыңдар деді. X табамыз осыдан. Так, 10x азайту x тең 78,75. 10x-тен 1x алсақ 9x, 78,75. X табатын болсам 78,175-ті бөлемін 9-ға. X тең болады 8,175 дейді. Осылай шығатынын тексеріп көре салайық. болды. Жауабы дұрыс екен. Жауабы ол ондық бөлшек 8,175-ке тең екен. Есеп шықты. Әрмен қарай 1348. 1348-ші есеп не дейді? Ұзындығы пойыз дейді. Пойыздың ұзындығы 720 метр. Көпірдің ұзындығы, көпір деп қоям, 900 метр. Осы ұзындығы пойыз, осынша көпірдің ұзындығынан 1,5 минутта өтті. Пойыз жылдамдығы өзгермейді екен. Сол пойыз, мына бірінші, мына екінші деп қояқ, 1,1 минутта ұзындығы неше метр көпірден өтеді? Яғни көпірдің ұзындығын табуымыз керек. Пойыздың емес, көпірдің ұзындығын табуымыз керек. Мына 1,5 минутта осынша көпірдің ұзындығынан пойыздың ұзындығы өтетін болса, 1,1 минутта сол көпірдің ұзындығын тап дейді бізге. Табу үшін сіздер білесіздер, бастауыштан жылдамдықтың формуласын жолды уақытқа бөлеміз, білесіздер, Так, бұл жерде қалай табамыз? Так, табу үшін мынау S-ті уақытқа бөлем, мына жерде пойыз бен көпірдің жолын қосып алам. Тең деймін да, екеуін қосам. Қосу 900. Міне. Бөлем уақыт қанша? 1,5 минутқа. Минутпен есептеліне берсін. Так, қосатын болсам 1620, оны 1,5-ге бөлсек 1080 метр болады екен. Минутына осынша метр. Ал енді әрмен қарай жалпы жол табылады. Ол үшін мына 1080 метр бөлінген минутқа мынау. Мына жылдамдықты көбейтемін 1,1-ге. Так, көбейтетін болсам 1188 метр. Ал енді көпірдің жолын қалай табам? Көпірдің жолын табу үшін осы 1188-ден азайтып тастаймын пойыздың ұзындығын. Пойыздың ұзындығы 720 еді. Азайтатын болсам 468 метр екен. Сонымен жауабы 468 метр. Көпірдің ұзындығы 1,1 минут осынша пойыз көпірдің ұзындығынан жүріп өтеді екен. 1349. Ара қашықтығы беріліпті, жалпы 406,2 километр екен. Әртүрлі уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі автобус жолға шықты. Бірінші автобустың жылдамдығы 53,82 километр бөлінген сағат. Ал оның жүрген жолы біріміз 269,1 километр екен. Жол жүргеннен кейін екінші автобус осынша жылдамдықпен кездесіпті. Екінші автобустың жылдамдығы 45,7 километр бөлінген сағат. Бірінші автобус екінші автобустан неше сағат бұрын шыққан дейді. Бірінші автобустың уақытын табамыз, екінші автобустан неше сағат бұрын шыққандығы. Ол үшін Т1 мен Т2-де тауып аламыз деген сөз. Ал шешуі
берілген түгел жазып алдық. Шешуінде не істейміз? Шешуінде бірінші тауып аламыз жаңағы. Бірінші мынау автобустың уақытын тауып аламын. Ол үшін S1-ді V1-ге бөлем. S1-іміз қанша? 269,1-ді бөлемін 53,82-ге. Бұдан кеп шығады 5 сағат болады. Ал енді не істеймін? S-тимді жалпы S-тен азайтамын S1-ді. Екінші автобустың жолын табу үшін. Бұдан жалпы 2-ден азайтамын. 269,1-ді. Бұл тең болады 137,1 километрге. Ал енді Т2-ні табам. Екінші автобустың уақытын табу үшін S2-ні V2-ге бөлем. S2-ні деген 13 1 болса, V2-міз 45,7-ге бөлем. Бұны бөлетін болсақ 3 сағат болады. Т1-ді бірінші автобустың уақытын таптық, Т2-ні таптық. Енді бізге ең керектісі бірінші автобус екінші автобуста неше сағат бұрын шыққан, соны табуымыз керек. Ол үшін Т бұрын шығу кімдікі? Бірінші автобустікі болатын болса, Т1-ден азайтам Т2-ні. Сонда Т бұрын шыққан уақыты бірінші автобусының 5-тен 3-ті азайтам 2 сағат бұрын шыққан екен. Жауабы бірінші автобус 2 сағат бұрын шыққан. Екінші автобуспен салыстырғанда. Болды, есебім шықты. Әрмен қарай 1350 есеп. 1350-не теңдеу тиім тәсілмен шешіңдер дейді. Мынандай теңдеу беріліпті. Тиімді тәсілмен шешудің жолын көрсетемін. Бұл жолды мен алдыңғы 2-90-дан да көрсеткенімде бар. Өте оңай жол. Бұны қараңыздар. Бұның бір ережесі бар. Мына бөлшектің бөлімдер бірдей болса, олар қысқартып тастаймыз, тек қана алымен ғана жұмыс жасаймыз. Бұл жерде мынау 16,3, мынау 1,63 қой, сол себептен мынаны 10-ға көбейтемін. Сонда 16,3 шығу керек, қараңыздар. Мына 5 болады, бөлінеді, мынаған көбейтетін болсақ, бір орын 10 қарай жылжиды. 16,3 тең 9,2 азайту x 16,3. Бұл жерде бірдей сан, мына бөлшектің бөлімде бірдей, екеуі қысқарып кетеді. Тек қана не қалады? 5 тең 9,2 азайту x қалады. Бұдан не болады? X-ті мына жаққа шығарып жіберемін. Тең болады 9,2-ден азайтамын 5-ті. X тең 4,2 болды. Міне X тауып алдық. Орнына барып қоятын болсаңыздар, дәл сол бір-біріне тең болады. Мына 4,2-ні азайтатын болсаңыздар 0,5 болады. 5 болады. Мына жер қойып есептейсіздер ғой. Мына жерге емес, мына жер қоясыздар. 4,2 болсаңыздар 5 болады. Бұл есебім шыға келді. Екіншісі 0,1 бөлеміз 0,10 мыңнан 952. 6,3 қосу x. Тиімді тәсіл деген осы. Мынау 100-ге көбейтеміз. Сонда 95,2 болу керек мынау. 0,1 100-ге көбейтсеңіздер бір 10 болады. Мынау 100-ге көбейтсек 95,2 болады. Тең 6,3 қосу x, мынау 95,2. Қайсы ұқсаттар бір-біріне? Бөлшектің бөлімі бірдей ме? Қысқарып кетеді, бірге тең болады. Оны жазбаймын. Жазамын 10 тең 6,3 қосу x болады. Бұдан 10-нан азайтамын 6,3-ті тең x деп аламын. Бұдан 6,3 теңдіктің сол жағына өткенде мен сөйтеді, мына x өзгенше қалады бұл жерде. Так, 10-нан 6,3-ті азайтатын болсақ 3,7 тең x. Міне есебіміз шықты. Ал келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар, жазып алыңыздар, түсініп алыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет, білімдеріңіз артсын. Алланың разылығы үшін үлкен рахмет сіздерге, Алла разы болсын сіздерге.